Сәлем достар, Финика қосымшасын пайдаланып 15% кэшбэкті қалай алып отырғаным туралы түсіндіріп кетейін. Мысалы, мен қосымшаны қосамын, өзімнің кодымды теремін қазір. Сөйтемін де, мұнда қараңыздар, кэшбэк сканер чеков деген бар. Басамын. Сөйтемін де, мен уже жүктеп қойғандарым бар. Добавить чек деймін. Бүгінгі күнді көрсетемін. Окей. На сумму бүгінгі күні 2890 теңге. 2890 теңге теремін, кезет болып тұр. Прикрепить деймін, камераға түсірем де, мына чектің суретін түсірем. Болды. Добавить. Көрінді ма? Добавить болды. Менің күнделікті салып жатқан чектерім мінекей осындай болып тұр. Тағы да біреуін добавить десем, мен оның суммасын көрсетем, ол бірақ кеше сатып алған нәрсе еді. Мынау. Окей. Напишите сумму дейді. 29600 теңге. Прикрепить. Камера. Суретке түсіремін. Добавить. Оп-оңай. Мінекей қазір жүктеліп жатыр. Сөйтеді тізімге мінекей 69 цифрон, жаңағым 6 цифрон, кеше жүктегендерім бар, 10 цифрон, басқасы мінекей. Сөйтіп мен өзімнің чектеріме 15% қайта не алып отырамын. Мына жерде енді кошелектегі ақшамды көресіздер. $21 пока что. Кеше екені мен осында салып болған болатынмын.